Сәлем достар, бүгін сіздермен Инстаграмда қалай жаңа аккаунт ашуға болады, сол туралы видеода бүгінгі видеода сіздермен тез бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көруді кеңес беремін, себебі бұл видео сіздерге пайдалы болары сөзсіз. Ал кеттік. Ең алдымен өзіңіздің парақшаңыз болса, осылай кіріп аласыз, немесе жаңадан тартып жатқан болсаңыз, сізде уже өздері көрсетіп тұрады, дәл менікіндей аша бересіздер. Ең алдымен біз логин, өзімнің парақшам болса, логинімнің үстін басамын, және де добавление аккаунта дегенді басамын. Мына жерде екі сөз шығады. Ең алдымен біріншісі ол, егер сізде уже ол аккаунт бар болса, сол логин парольді жазу арқылы кіре бересіз. Ал екіншісі, жаңа аккаунт ашу керек болса, осы екіншісін басасыз. Және де осы жерде өзіңіз ат қоясыз. Мысалы, мен супер кеңес өз каналымның атын жаза салайын. Және де бұл бос емес, сол себепті мен астындағы біреуін таңдаймын. Вот осыны таңдаймын, супер кеңес. Және де осы жерде өзіңіз бір пароль қоюыңыз керек, сенімді ұмытпайтын. Және де осылай шығады. Енді астына добавить номер телефон дегенді басамыз. Және де осы жерге өзіңіздің номеріңізді жазатын боласыз. Осы жерде осылай регистрация болады. Негізі аккаунт ашу өте оңай, бір көріп алған адамға кез келген жерде, кез келген уақытта ашып кете бересіздер. Что-то ұзақ болып жатыр. Енді пропустить дегенді баса саламыз. Кейін өздеріңіз мына жерде енді осындай жаңа негізі обновление болған болса, сіздің инстаграмыңыз осылай шығады. Закрытие или общедоступное, яғни закрыт аккаунт болғанын қалайсыз ба, или сіз барлығы сіздің аккаунтыңызды кіріп көре берсе бола ма деген жер. Осы жер, мысалы, мен общедоступное деп жаза саламын. Кейін өзгерту керек болса, оны настройкаға кіріп, ол менің видеоларымның арасында бар, қалай закрытый аккаунт ету. Және де мына жерде добавить фото дегенді кейінірек жасасаңыз болады, сол себепті пропустит. Және де осы жерде интересное дегеннен шығарады инстаграмның өзі. Және де бұл да керек емес. Вот уже мен өзіме аккаунт ашып алдым. Уже осылай сіздерге адамдарды ұсынатын болады. Осыған тіркеліңіз деген сияқты. Вот бүгінгі видео сіздерге егер пайдалы болған болса, видеоға лайк басып кетіңіздер. Ашылды ма, жоқ па, қай жерден қателік болып жатыр, сонда комментарийға жаза кетіңіздер. Және де алдағы уақытта қандай видеоларды көргіңіз келеді, сол туралы жаза кетсеңіз, мен міндетті түрде сол туралы видеоларды барынша шығаратын боламын. Келесі кездескенше.